Психометриялық тестті педагогика немесе медицина саласына оқуға түскісі келетін талапкерлер тапсырады. Мен бұл видеода психометриялық тест туралы бәрін айтатын боламын. Видеоға лайк басып, каналға жазыл. Бұл бізге пайдалы контент түсіруге мотивация береді. Барлық педагогикалық мамандықтарға және мейірбикесі, жалпы медицина, стоматология, педиатрия мамандықтарына ақылы бөлімге немесе грантқа түсу үшін психометриялық тестті міндетті түрде тапсыру керек. Психометриялық тесттің негізгі мақсаты талапкердің таңдаған салада жұмыс жасауға психологиялық және моральдық дайындығын тексеру. Бұл тестті тапсырмаған оқушы медициналық немесе педагогикалық мамандыққа, грантқа да ақылы бөлімге де түсе алмайды. Күні кеше психометриялық тестке тіркелу басталды. Грантқа түскісі келетін талапкерлер үшін 20 маусымнан бастап 13 шілдеге дейін, ал ақылы бөлімге түскісі келетін талапкерлер үшін 20 маусымнан 20 тамызға дейін тіркелуге болады. Психометриялық тестті медициналық немесе педагогикалық мамандыққа оқытатын кез келген университет арқылы тіркелуге болады. Тест құны тегін. Тест форматы және тест тапсыру күні университетке байланысты. Кей университеттерде онлайн, кейбірінде офлайн. Сондай-ақ кей университеттер тапсыру күнін өздері белгілеп берсе, кейбіреулері оқушыға таңдау беріледі. Нақтылау үшін университет өкілдеріне хабарласу керек немесе ресми сайтынан көрсең болады. Психометриялық тестті тапсырған университетке түсу шарт емес. Мысалы, Қазақ ұлттық университетінде психометриялық тестті тапсырып, басқа университетке оқуға түсуге болады. Ешқандай шектеу жоқ. Тест қиын емес, ешқандай дайындықты талап етпейді. Бар керегі шынайы жауап. Бұл тесттен өтпей қалу мүмкіндігі 0-ге тең десек те болады, сондықтан уайымдама. Видеоны осы жылы медицина немесе педагогикаға тапсырып жатқан достарыңа жібер, пайдасы тисін. Келесі кездескенше.